Мам, мен ертең мектепке барғым келіп тұрған жоқ. Бәрібір дұрыс сабақ болмайды. Әдебиеттен беретін апай тапсырма береді де соткасын шұқылап отырып алады. Берген тапсырмасының жазғанын жазбағаныңды тексермейді де. Ал тарих сабағы мүлдем қызықсыз, оқығың келмейді. Қой, о не болғанын балам? Олай айтпа. Мамасының күңкіліне қарамастан Ерлан сырт киімін алды да далаға шығып кетті. Ерлан биыл 9 бітіреді. Соңғы кезде өскенде кім боламын, не жұмыс істеймін, заман қалай болмақ деген сияқты сұрақтар мазалайтынды шығарды. Жалғыз ер бала болғансын ба, әке-шешесі бетінен қақпай өсірді. Бірақ онымен ол тентек болып кеткен жоқ. Керісінше, жасына тән емес сұрақтарға жауап іздейтін ойшыл болып өсіп келеді. Айтпақшы, жасына тән емес сұрақтар деген қазіргі уақыттағы елде болып жатқан оқиғалар, халықтың хәл-ахуалын ерекше ойландырып, соған жауап іздейтінді шығарды. Шынында, Ерланның үйі молшылық деген не екенін білмей келеді. Әкесі шопыр, мамасы жұмыс істемейді, әйтеуір ес білгелі аурудан шықпайды. Ескі бір бөлмелі жұпыны пәтерде өмір сүріп жатыр. Әкесінің тапқаны тамақтарына әрең жетеді. Кейде соның кесірінен үйде айқай-шу да шығып кетеді. Осы үйдің еркегі сен бе, мен бе деген мамасының айқайы жиі құлақты жаратын болып жүр. Сыныптасы Абай үлкен 2 қабатты коттеджде тұрады. Папасы сабаққа джиппен әкеледі. Абайдың қалтасы тиын-тебеннен құрғамайды. Осы екі жағдайды салыстырып, айырмашылығының себебін іздейді. Неге? 9-ды бітірсем міндетті түрде жұмысқа тұрамын, колледжге түсемін, ақша тауып 3 қарындасымды оқытамын, пәтерімізді кеңітемін. Қиялға шомып кеткен Ерлан жаяу жүргінші өтетін жолаққа таяп қалғанын бірақ байқады. Соңғы кезде Ақтаудың көшесі көлікке тым толып кетті ме, көше тар ма, әйтеуір байқасаң басып кете қиын емес. Кішкентай күнінде 2-ші сыныпта оқып жүргенде балалардан асық ұтып алып, жинап, балдарға сататын, сөйтіп жинап үйге нан әкеліп беретін. Мамасы айналып, толғанып отырғаны асыраушым менің деп. Ерлан шын мәнінде есеюге, қатты асығуды тезірек өз қолына, өз аузына жетіп, әке-шешесінің қарындасын қиыншылықтан құтқарғысы келеді. Әсіресе былтыр 1 қыркүйекте киім, сөмке алатын, қағаз, құрал алатын ақшалары жетпей қиналғандары естен кетер емес. Папалары 10 шақты күн ауырып жатып қалып, дұрыс ақша шықпаған. Бір мейірімді жандар көмек көрсетіп, барлық қажетті үй құралдарын алып берген болатын. Сондағы бала жүрегі қатайып, өзіне берген серті бар. Ол серті үлкен жұмысқа кіріп, ақшаны көп табатын бастық болу, немесе Абайдың папасындай кәсіпкер болу. Соның бірден-бір жолы сабақты жақсы оқып, жоғарғы оқуға түсу екенін бала жүрегі қанша сезсе де, қазіргі білім деңгейінің төмендігі іштей тежей беретін сияқты. Негізінде Ерлан өте зейінді бала, бірақ қырсық мінезде жоқ емес. Мектептегі сабақ беретін мұғалімдерге көбінесе көңіл толып көрмепті. Тек математикадан беретін апайы ғана ұнайды. Басқа мұғалімдердің білім деңгейі төмен бе, әлде жұмыстарына жауапты қарамай ма, Ерланға беймәлім себептері бар. Әйтеуір уақыт өтсе болғаны дейтін сияқты. Құлағың салбырап, сабақта тыныш отырсаң болғаны оң баға алатының кәміл. Сөйтіп жүріп 9-ші сыныпты да бітірді. Мамасына колледжге түскісі келетін айтып еді, қарсы болмады. Өткенде балдардан естіген мұқтаж жанұяларға көмек беретін, оқуға тегін қабылдайды екен. Тіпті шәкіртақы да төлейтін көрінеді. Мамасы өкпесін сүйретіп жүріп іліктірді әйтеуір. Бұйырса құрылысшы болмақ ойы бар. Колледжде оқып жатырғанына да бір шама уақыт болды. Сабақ анау айтқандай қиын емес. Мектептегіден қайта оңай сияқты ма, Ерлан көп қиналып жүрген жоқ. Өзі мейірім атты баламен бірге жүреді. Оның жанұясының жағдайы мәз емес. Мұның әйтеуір әкесі бар ғой, азды көпті ақша тауып жүрген, ал оның әкесі қайтыс болған.
Жалғыз шешесі жұмыс жасап, зыр жүгіріп 3 баласын асырауда. Мейірім, мен кеше балдардан естідім, той болатын мейрамханаларда біз сияқты балаларға уақытша жұмысқа рұқсат етеді екен. Бір той атқарсаң 3000 теңге, ақшасы тым аз екен, оның үстіне түнгі сағат 3-ке дейін жүретініңді айтсайшы деп күрсінді Мейірім. Жоқтан жақсы ғой, істеп көрсек қайтеді. Осылайша келіскен екеуі демалыс сайын мейрамханаларда жұмыс істеп жүрді. Ерлан күндегісінше сабақта келсе, есік алды абыр-сабыр. Біреулер киіз үй тігіп жатыр, баласы келді деп сыбырлайды біреуі. Жүрегі бірдемені сезгендей қатты соғып кетті. Ойына мұрсатта келгені соңғы кезде шешесінің ауруы кенеттен меңдеп жатып қалғаны. Жөтелгенде аяқ астынан тұншығып кететін. Еңіреп жылап оң жақта жатқан шешесіне тұра жүгірді. Біреулер ұстап жібермей, жігітсің ғой, мықты бол деп жатса, біреулер мынау індеттен қайтқан сияқты абай болың деп сыбырлайды. Шындығында жоқшылық қолын байлаған, мамасы аптекадан дәрі де ала алмаған болатын. Кетеді ғой, әлде қандай шығар дейтін. Өзі бұрын көрмеген адамдар толып жүр. Бұлар сонда ағайындарым екен. Әлде осы уақытқа дейін неге көрмегенмін? Осылайша Ерлан мамасынан демде айырылды. Әкесі үнемі сапарда жүреді де, 3 қарындасы жалғыз өзіне қарап қалды. Үлкені 6-шы сыныпта, ортаншысы 2-ші, ал кішісі бала бақшаға баретін еді. Оған да апаруға шешесінің жағдайы болмай, соңғы айда үйде болатын. Іштей қатайып алған Ерлан, қайтсем де оқуымды бітіруім керек, мен жігітпін ғой, бәріне де шыдаймын деп жігерін қайрап алды. Іздеп жүріп қосымша жұмыс тауып алды. Бір бала бақшаның аумағындағы ағаштарды күн ара суарып тұру керек екен. Айына 20 мың беретін болды. 20 мың шәкіртақысы тағы бар. Іштей өзіне разы болған Ерлан күлімдеп қояды. Колледжін бітіріп, бір жамағайынның қасында қала басындағы құрылысқа жұмысқа кірді. Жұмыстары қиындау, бетон құяды, ағаштан қалып құрастырады. Биікте жұмыс жасағанда қауіпті екен. Қасындағылар кілең жалдамалы жұмысшылар, өзбек, қарақалпақ аралас. Шебердің көзі тайып кетсе болды, жұмысты қалай болса солай жасайды. Ал ол арттарынан түзеп әлек болады. Бір күні сондай жағдайдың үстіне бастықтары түсіп қалды. Құрылған қалыпты қайта бұзып жатырған Ерланды тоқтатқан бастығы. Қайсысы мынаны жасаған, мен білмей жүр дейсің бе? Содан талқылау басталды. Бәрін тұрғызып қойып, кінәлі ұстаны тауып алды да жұмыстан қуып жіберді. Кетіп бара жатып, жұдырығымен көрсетіп барады. Ернін тістеп алған. Қап бәлем, тұра тұр деген кейіп білдіреді. Қыстың бір тұтам күні тез батып, үйге қайтарда қараңғы түсе бастайды. Сондай бір кеште құрылысты қоршаған шарбақтан шыға бергенде көк желкесінен бірдеме сарт ете қалды да аспан айналып жүре берді. Көзін ашса, аурухананың бөлмесінде жатыр екен. Сөйтсе, сағат 9-дарда жұмысқа келе жатқанда қарауыл көріп қалыпты. Есептеп қарасам, 3-9 ес-түссіз жатқанын анықтау қиын екен. Миы мықтап қозғалған, қатты соққыдан шекесі қанаған. Әйтеуір бас сүйегі аман екен деді. Дәрігерлер есін жинаған, ойына келгені қарындастары не істеп жүр екен. Әкесі де өзен жаққа кетіп еді. Келді ме екен, менің жатып қалғанымды біле ме екен? Сан сұрақ шарадай басын шақшадай қылды. Соткасының да батарейкасы отырып қалыпты. Ашып қараса, әкесі телефон соға беріпті. Жалмажан әкесіне телефон соқты. Әйтеуір үйде екен. Қорқып кетпесін деп болған жайды толық айтқан жоқ. Құрылыста құлап қалып, ауруханаға түстім. Қазір жақсымын. Бұйырса таңертең үйге барамын деді. Жатып алып ойға батты. Өмір неткен әділетсіз еді. Мен оған не істедім? Менен көретіндей бар болғаны қалыпты бұзып жатқанымды көргені ме? Бағана полиция болған жайды жазып алып кетіп еді. Ұстадым екен әйтеуір. Көп ұзамай Ерланды құрылыс шебері лауазымына жоғарылатты. Бастықтарына ұнайтыны Ерланның бойына біткен жауапкершілігі, адалдығы, бастаған жұмысын аяғына дейін жеткізбей жамбасы жер иіскемейтіні. Қазіргілері Ерланның жалақысы жоғарылаған, артық ақшасын депозитке салып жинап жүр. Оның үстіне үлкен қарындасы да биыл мектеп бітіріп, жоғарғы оқуға сырттай тапсырды да бір мекемеге жұмысқа кіріп алды.
Құдайға шүкір, жағдайлары біртіндеп жақсарып келеді. Тұрғын үй жинақ банкінен арзан үй алуға талпынуда. 15 жасынан жұмысқа араласқан Ерлан бұл күнде әбден піскен еді. Арада 5 жылдай уақыттың ішінде үлкен құрылыс мекемесінің білдей бас инженер лауазымына көтерілді. Тіпті қазіргі үйлерін кеңейтіп, жаңа шағын ауданнан пәтер алған еді. Ендігі ойы жатпай тұрмай өз кәсібін ашу. Бастапқыда өте қиын болды. Себебі жұмыс бастау үшін айналдыратын қаржы да керек еді. Мекемесін ресми заңдастырып алғасын банктен кредит алды. Тұрғын үй салуға халықтан қаражат жинай бастады. Жер сатып алды, үйтіп-бүйтіп, бірте-бірте аяғынан тұрып кеткен еді. Алғашқы салған 48 пәтерлік 5 қабатты үйі көрген сайын көзіне оттай басылады. Бүкіл күш-жүгері, жинаған тәжірибесі, бала кезінен арманы бәрі осы үйге сыйып кеткендей. Алдыңа айқын мақсат қойсаң, бәрі де орындалады. Компаниясындағы ең үздік қызметтерге жыл сайын үй сыйлайтын болды. Ал қарындасы оқуын бітіріп, қасында экономист болып жұмыс істейді. Ал әкесіне мал шаруашылығын тапсырды. Үлкен ферма ашты. Солай анасының кішкентай ғана асыраушысы үлкен кәсіпкерге айналды.